оюын ойып, орындап қойып, түр салғандай өрнекке, қиыннан қиын, қиындан шын, құрап сілтеп жәннетке. Еңбекке егіз сыр мен жас, ерінбесе сүйіп. Білім бір құрал, білімі көп адам не істесе де келістіріп істейді. Ахмет Байтұрсынұлы. Адамға тіл құлақ қандай ерік болса да, білім де сондай керек. Ахмет Байтұрсынұлы. Тіл адамның адамдық белгісінің бірі. Сөздердің қаруының бірі. Ахмет Байтұрсынұлы. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттылығы адамы ешқашан жоғалмайды, құрмайды. Ахмет Байтұрсынұлы. Ұлттың сақталуына да жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең күштісі тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады, ал өзінің ұлтына басқа жұрттық қосатын адам ең алдымен сол жұрттың тілін алдыруға тырысады. Ахмет Байтұрсынұлы.